берілген, не істейді, алдағы уақытта оқушы немен айналысады, сол туралы айтылған бұл жерде. Және де, мысалы, сәлем, менің есімім там қымбат, алдағы 30 минут бойына біз сіздермен теңіз жануарларын зерттейтін боламыз. Енді мына жерге мән берсеңіз, бұл кіріспен, яғни бұл тапсырмалардағы әрбір нұсқаулықты оқу өте маңызды, себебі сол нұсқаулықта жазылған барлық ақпарат, мысалға, мына жерде сағат белгішесі тұр, бұл ертең негізгі эпизодда да болады, мынандай сағат белгішесі, ол жерде білім алушының уақытын көрсетеді, яғни тапсырмаға кетіп жатқан уақытты көрсетеді. Осылай кіріспе бөлім мұқият оқып шыққаннан кейін келесі батырмасын басады. Кейін одан әрі қарай жалғастыру. Бұл жерде әрбір берілген ақпаратты, яғни нұсқаулықты оқу өте маңызды. Жаңағындай кей кезде білім алушылар жаңағы тапсырманың интерфейсін түсінбегендіктен кей кезде олар тапсырманы жаңағындай орындамай қою мүмкін, яғни келесі батырмасын басуы мүмкін. Сондықтан білім алушылардың жаңағындай тапсырманың берілген нұсқаулықты мұқият оқуы бұл жерде өте маңызды. Кейін жалғастыру. Мына жерде бірінші көрсету тапсырмасы. Бұл жерде қараңыз, көрсету 5 түрлі тапсырмадан тұрады, кішігірім, кейін мына жерде сағат тұр, келесі, кейін бұл жерде нұсқалар және мынау берілген тапсырма. Мысалға, тапсырманы мына жерде былай жазыпты. Құстар қоңыздарды жейді, графикте белгілі бір уақыт аралығында болған құстар мен қоңыздардың популяциясы көрсетілген. Құстар, мынау біздегі жасыл, көк сызық, қызыл сызық бізде қоңыздар. Және де бұл жерде графикті талқылау керек, интерпретация жасау керек. Мына жерде жануарлардың популяциясы берілген, яғни 50, 100, 150 және де уақыт. Кейін бізде сұрап тұрған мәлімет, қай мәлімдеме графиктегі деректер расталады. Яғни бізде сұрап тұрған нәрсе, графикте белгілі бір уақыт аралығында болған құстар мен қоңыздардың популяциясы көрсетілген. Құстар мен қоңыздардың популяциясы келесі мына жерде қараңыз, кешіріңіз, сонда мына жауабы қайсысы болды жаңағы ненің сұрақтың? Қазір бұл жерде негізі тағы да техникалық жағдай жұмыстар жүргізілу керек. Бұл жерде графикте белгілі бір уақыт аралығында берілген болған құстар мен қоңыздардың популяциясы көрсетілген, қай мәлімдеме графиктерге расталады. Бұл жерде қараңыз, тапсырмалар, бұл жердегі қараңыз, 5-ші аптада құстар саны 0 дейді. Бұл жерде құстар 5-ші аптада құстар саны 0 дейді. Бұл мәлімдеме дұрыс емес. Келесі 5-ші аптада қоңыздар саны 0 дейді. Яғни бұл жерде 5-ші аптаны қоңыздар саны 0. Яғни бұл осы мәлімет дұрысырақ болады. Және келесіде 10-ші аптада құстардың саны 50. Бізде 10-ші апта көрсетілмеген, қараңыз, апталар, бізде тек 0 мен 5 апта аралығында көрсетілген. Одан кейін қоңыздар әрдайым құстардан көбірек. Бұл мәлімдемеде дұрыс емес, сондықтан бізде бұл мәлімдеме 5-ші аптада қоңыздар саны 0. Яғни мынау бізде 5-ші апта аралығы. Бұл жерде құстардың популяциясын көріп тұрық, және де келесі тура сол жаңағы тапсырмаға ұқсас тапсырма. Бұл жерде де популяция берілген, уақыт, Бұл жерде біз қазір тапсырманы больше
біз тапсырманың жаңа интерфейспен танысу болады бұл жерде, иә, қай жерде қандай кнопка орналасқан, қай жерде не көрсетілген, сол туралы больше всего болады, иә. Сұңқарлар тышқандарды жейді, графикте белгілі бір уақыт аралығында сұңқарлар мен тышқандардың популяциясы көрсетілген. Яғни бұл жерде көк сызық тышқандар, қызыл сызық сұңқарлар, иә. Мына жерде апта уақыт аралығы, яғни 0 мен 150 апта арасындағы популяцияның, былайша айтқанда, популяцияның көрсеткіші көрсетілген. Бұл жерде популяция саны, яғни 0 мен 4000-ның арасында. Мынау нұсқалар, А нұсқасы, Б, С, Д нұсқасы, иә. Графиктің қай бөлігінде сұңқарлардың тамақтану үшін тышқандар жеткіліксіз болғанда сұңқарлардың популяциясы азаятынын көрсеткен. Бұл жерде сұрап тұрғаны қараңыз, мынау нұсқаулық. Графиктің қай бөлігінде сұңқарларға тамақтану үшін тышқандар жеткіліксіз болғанда сұңқарлардың популяциясы азаяды дейді. Бұлай графикті 4-ке бөліп қарассақ, бізде бұл жаңағындай С. Мына жерде қарасаңыз, тышқандар азайып жатыр, сәйкесінше сұңқарлардың да саны азайып жатыр С бөлігінде. Яғни қараңыз, мына С бөлігін белгілеген кезде, мынау сізде жасыл болып жанады, иә. Мысалға Б бөлігін белгілеген кезде осылай көруге болады. Бұл бізде көрсету, және де ескеретін нәрсе, осыларды орындау арқылы да оқушылар сізде жаңағыдай ұпай жинай алады. Яғни бұл жерде әрбір орындалған тапсырма бағаланады. Бұл тапсырмалар жаңағыдай жеңіл деңгейден күрделіге жылжып отырады. Сол кезде мысалға жеңіл тапсырмаларды орындау арқылы, оқушылар жаңағыдай балл жинай алады. Мысалға мүмкін жаңағыдай қиын тапсырмаларды орындай алмауы мүмкін, дегенмен де осы оңай тапсырмаларды орындау арқылы қандай балл жинайды. Енді мына жерде график сәл күрделенген. Қараңыз, графикке мән берсеңіз, бағанағы бізде екі графикте тек қана популяция тек қана бір жағында болатын, иә. Ал бұл жерде екі жағында. Мысалға, мына жерде қараңыз, құрттардың популяциясы, санмен көрсетілген, екінші жағында құстардың популяциясы. Және де апта, бұл жерде 0 мен 50 апта арасында. График. Енді қараңыз, бұл жерде де графикте белгілі бір уақыт аралығында құрттар мен құстардың популяциясы көрсетілген. Бұл жерде көк бізде құрттар саны, және қызыл құстардың саны. Жетіспей тұрған деректің мәні қандай? Жетіспей тұрған деректіні белгіленген, сұрақ белгісімен көрсетілген. Егер мұқият қарасаңыздар, құстардың популяциясы былай көрініп тұр ғой, 50. Бұл жерде 38 келмейді. 1000, бізде 100 ғана құс бар. Бұл жерде құрт сұрап тұрған жоқ, бізден құстарды сұрап тұр. Сондықтан ең дұрыс жауабы ол бізде 50 құс болады. Бұл жерде негізінде жаңағыдай графикпен жұмыс істеу. Деректерді, яғни деректермен жұмыс істеу. Келесі. Ал бізде көрсетудің төртінші бөлігінде бұл жерде кестемен жұмыс істеу. Бұл жерде де деректер берілген, түлкілер, ұлулар, үйректер, уақыт, жаңа популяция саны. Биологтар бірнеше жыл қатарынан түлкі, ұлу және үйректердің популяциясы туралы мәліметтер жинады. Деректерге сүйене отырып, әрбір пайымдау дұрыс немесе қате екенін шешіңіз. Үйректер көбейген кезде ұлулар азаяды. Бізде үйректер көбейген кезде, мына жерде үйректер бізде көбейген кезде ұлулар азаяды дейді. Пайымдау дұрыс па, әлде қате ме? Үйректер, ұлулар. Бізде ұлулар азайып жатқан жоқ, бір қалыпты.
Сондықтан бұл пайымдау қате болып есептелінеді екен. Түлкілер көбейген кезде үйректер азаяды. Түлкілер көбейген кезде үйректер азаяды. Түлкілер көбейген кезде үйректер азаяды. Иә, бұл пайымдау дұрыс, себебі 4-ші жылды қарасаңыз, 4 түлкі, ал үйректердің саны 10-ға қысқарған. Алдыңғы жылдары, 2-ші, 3-ші жылдары 50 болса, 4-ші жылы 10-ға қысқарған. Яғни бұл пайымдау дұрыс бізде. Ұлылар көбейген кезде түлкілер көбейеді. Ұлылар көбейген кезде түлкілер көбейеді. Бізде ұлылар саны, түлкілердің саны. Бұл пайымдау қате, себебі қараңыз, мысалы, түлкілер саны 2 болған кезде, ұлылар саны 900. Ұлылардың саны бір қалыпты, және де түлкілердің саны 4-ші жылға қарай көбейеді, бірақ жаңағыдай ұлылардың саны қалыпты болып тұрады, қалыпты деңгейде тұрады. Сондықтан бұл пайымдау қате бізде. Келесі. Соңғы, бұл жылдың басында 20 түлкі, популяцияның өсу қарқыны пайыздық тармақтарға өзгеруі жылына 10% құрайды делік. Яғни, жыл басында 2025 жылы түлкілердің саны 20. 25 жылдың басында 20. Және де түлкілердің өсу қарқыны жылына 10% құрайды. Сол кезде бұл қарапайым арифметика, яғни 20-ның 10% ол 2, екеуін қосқан кезде бізде бір жылдан соң түлкінің популяциясы қанша болуы мүмкін. Бұл жерде бізде 22 болады. Келесі. Қараңыз, біздер жаттығу бөліміне көшіп жатырмыз. Бұл жерде жаңағыдай виртуалды мұғалім десек болады, яғни бұл виртуалды көмекші болады, оқушыларға яғни нұсқаулық көрсетіп отырады. Әрбір бөлімде не істеу керектігі туралы нұсқаулық көрсетіп отырады. Және де мысалға мына жерде жыртқыштар, касаткалар және жемтік дельфиндер мекендейтін экожүйе. Бұл популяциялар уақыт өте келе өзара әрекеттеседі және өзгереді дейді. Мына жерде жыл берілген, 2012 жыл және 2022 жыл аралығындағы деректер. Енді мынаны қарасаңыз, биологтың бақылағаны, биолог 2000 жыл мен 25 жыл аралығын бақылайды. Және де касаткалар дельфиндермен қоректенеді. Бақылауларға сүйене отырып, модель құрастыратын боламыз. Яғни, жаңағыдай тапсырманы орындау барысында оқушыларға айтасыздар, жаңағыдай нұсқаулықты мұқият оқу керек деген сияқты. Сөйтіп, нұсқаулықты оқып болғаннан кейін біз келесі батырмасын басамыз. Бұл жерде мысал көрсетілген, мысал берілген. Бұл модельдің деректері, популяция саны, уақыт, биологтың бақылағаны 2022 жылы экожүйеде дельфиндер қалмайды деп болжапты. Егер мынау графикті қарасаңыз, 22 жылға қарай шынымен де 0-ге әкеледі. Нұсқаулықты оқып, бастау дегенді басамыз. Міне, сізде жаңа виртуалды көмекші. Бұл жерде қазір білім алушылар жасайтын модельге нұсқаулық көрсетіп отырады. Модель жасау үшін туу жылдамдығы, яғни туу көрсеткіші мен өлім көрсеткіші блоктарын акулалар мен тасбақалар суреттермен сызықшалар арқылы байланыстырамыз. Нұсқаулықта анық жазылған. Туу көрсеткіші, мынау бізде жыл сүйетіналар, және де өлім көрсеткіші осыларды не дейді? Суреттермен байланыстырамыз, сызықшалар арқылы. Бұлай байланыстыруға болады екен. Акулалардың популяциясы бойынша модельді жалғастыру үшін табиғи туу жылдамдығын сүйреп, табиғи туу жылдамдығы
акулаға апарамыз. Қараңыз, мына жерде сүйреп модельдің жұмыс кеңістігіне апарып қойыңыз. Біз апарып қойдық. Көп нүктені басып, сызықшаны акулаға қарай апарыңыз. Нүктені көк нүктені басып, акулаға қарай апарамыз. Оң байланысты білдіреді. Қараңыз, түспен белгіленіп қойған. Яғни жасыл сызық болса артады, үзік сызық болса азаяды. Модельді құрастыру барысында сіз мына белгішені басу арқылы сызықшалардың түрін ауыстыра аласыз. Яғни қараңыз, мына сызықшаны басқан кезде түрі ауысады екен. Және сызықшаны өшіру үшін, жаңағыдай қате белгілеп қойып, мысалға акулаға емес, тасбақаға апарып қойдық делік. Сол кезде мына сызықша, қызыл сызықшаны басу арқылы өшіруге болады екен. Жалғастыру үшін алғаны басамыз. Модельді құрмасы бұрын жылдамдық мәндерін анықтап аламыз дейді. Қажетті ақпараттар табу үшін биологтың есебімен танысып шығамыз. Яғни біз қазіргі жасайын деп отырған тапсырманы биологтың есебіне сүйене отырып жасайды екенбіз. Плюс минус батырмаларын қолданып модельдегі жылдамдықтарды өзгертуге болады дейді. Яғни мына модельдегі плюс минус сызықтары арқылы жылдамдықты өзгертуге болады екен. Алға. Мына сізде жақсы модель дайын. Оның дәлдігін анықтау үшін оны сынап көре аламыз. Мынау сіздегі жұмыс кеңістігі. Яғни бұл жерде мына жерде модельдерді құрастырғаннан кейін іске асыру батырмасының арқылы сіз өзіңіз жасап шыққан деректердің мәндерін көре аласыз. Алдымен графикке қараңыз. Үзік сызықтар биолог жинаған шынайы деректер, яғни мына графикте берілген үзік сызықтар биологтың жинаған шынайы деректері. Моделіңізді деректерді құру үшін іске қосу батырмасын басамыз. Яғни модельді іске қосу арқылы басамыз. Бұл қараңыз, түзу сызықтар, тұтас сызықтар бұл модельдің деректерін білдіреді. Яғни бұл біз құрастырып жатқан модельдің деректері, тұтас сызықтар. Ал үзік сызықтар ол биологтың шынайы ақпараты. Қызыл сызықтар бір-біріне жақын емес, модельде акулалар шамамен 3 жылдан соң жойылады дейді. Қазіргі модель дұрыс емес, жалғастыру үшін алға батырмас. Бұл модель дұрыс емес деп тұр бізге. Осылай нұсқаулық беріп отырады ассистент сізге. Келесі, бізде уақыт шектеуіне байланысты тез өтеміз. Мысалға, қараңыз, мына жерде мысал бар, төбесіне қарасаң мысал. Осы мысалға сүйеніп құрастырсаңыз да болады. Бұл жерде толық ақпарат жазылған. Кейін мына жерде жаңағы график, сіз құрастыратын, мынау сіздің моделіңіздің жұмыс кеңістігі, мынау биологтың есебі. Осы биологтың есебіне сүйене отырып модель құрастыратын боласыз. Мына жерде нұсқаулық берілген. Модельде тасбақаларға арналған жылдамдық блоктарын толықтыру үшін биологтың есебіндегі ақпаратты пайдаланыңыз. Сіздің моделіңіздегі деректер мынау тұтас сызықтар және де үзік сызықтар, олар шынайы деректер екен. Қазір биологтың есебіне қараймыз. Туудың жылдамдығы 50%. Тасбақа, туу жылдамдығы 50% дейді. Тасбақаға апарамыз. Жаңында азайту, көбейту. Осы жерде 50% бізге керегі, 50-ге қойдық. Өлім көрсеткіші 10%. Бұл жерде жаңағы азайтамыз, яғни азаю, 10%-ке азайып отырады деген сөз. Ал акулалар табиғи туудың жылдамдығы 4,
табиғи өлім жылдамдығы 20%. Біз жаңағы биологтың есебіндегі ақпаратты пайдаланып, қазір өзіміздің модельді құрастырып көреміз. Іске қосу деген батырманы басамыз, бізге осындай жаңағыдай деректер берді. Және де бізде сіздің моделіңіздегі деректер шынайы деректерге сәйкес келеді ме дейді. Екеуі ұқсамайды, жоқ. Бұның себебі неде болуы мүмкін? Ескеріңіздер, бұл әрбір берілген жауапқа ұпай беріледі бұл жерде. Жоқ. Келесі өз шешіміңізді жіберу арқылы тапсырманы сіз бұл тапсырманы орындауда қаншалықты күш жұмсадым деп ойлайсыз, мен бұл тапсырманы орындауға жақсы күш жұмсадым. Шешімін көру, бұл жерде шешімін жаңағыдай тапсырманы орындағаннан кейін шешімін көре аласыз. Мысалға дұрыс шешім. Енді қараңыз, салыстырып көрейік. Мынау дұрыс шешім, граф. Ал біздіңкі. Яғни біздің құрастырған моделіміз дұрыс екен. Мына жерде келесі тапсырмаға өту. Яғни дұрыс жауабы түсіндірілген, не үшін жауабы жаңағындай 50% 10% деген сияқты. Кейін келесі тапсырма, бізде жаңадан қарасаңыз, бағана акулаларды азықтандыру жылдамдығы блогы жоқ еді, бізге жаңадан блог қосылды. Біз енді сол блогты пайдалану арқылы тағы да модель құрастыратын боламыз. Егер бұл жерде түсініксіз болса, жаңағындай мысалы деген жерге қарап, көрсетілген, соған сүйене аламыз. Акулалардың азықтандыру жылдамдығы блогын пайдаланып, модельді кеңейтіңіз. Екі түрдің де 10 жыл бойы өмір сүруіне мүмкіндік беретін акулалардың қоректенудің ең жоғарғы жылдамдығы қандай дейді. Басып көрсек болады, процент. Біз биологтың есебіне сүйенеміз тағы да. Жылдамдығын жетінсіз оқулардың үлесін көрсету. Енді бұл жерде жаңа айнымалыны қосамыз, сөйтіп бізге қайда қоямыз, немен байланыстырамыз деген сияқты. Ол үшін түсінбей қалған жағдайда біз мысалына барамыз, мысалында көрсетілген. Бұл жерде мысалға азаяды, яғни өсім дақылдар азаяды, ал құмырсқалар саны көбейеді деген сияқты. Бізде солай жасап көреміз. Яғни бізде акулалар тасбақалармен қоректенеді, сондықтан тасбақалар саны азаяды. Одан кейін былай апарамыз. Және процентпен көрсек болады былай. Іске қосу 1%пен көруге. Бұл жерде тәжірибе жасап көруге болады, негізінде бұл тапсырманың ішінде. 1%, 2% деген сияқты. Енді қараңыз, берілген тапсырма мынада екі түрдің де 10 жыл бойына өмір сүруіне мүмкіндік беретін акулалардың қоректеуінің ең жоғарғы жылдамдығы қандай? Бізге біздің біздің моделіміз осы шынайы деректерге, биологтың деректеріне барынша ұқсас болу керек екен бұл жерде. Мынау ұқсамайды. Қазір 2% деп көреміз. Мынау меніңше ең жақсы модель, давайте 3% деп көрейік. Жоқ, ұқсамайды екен. 4. Бұл жерде ұқсамайды. Яғни біздің жауабымыз сол кезде не болады екен? Іске қосу. Қараңыз, шынайы модельмен, шынайы деректермен біздің құрастырған моделіміздің деректері ұқсас, Сол кезде біз 2% деген белгілеп береміз.
Сіздің жауабыңыз, дұрыс жауабы, дұрыс жауабы 3%. Акулалардың қоректену жылдамдығы ең жоғары болып табылады. Бұл екі түрдің де 10 жыл ішінде өмір сүруіне мүмкіндік береді дейді. Бұл дұрыс шешім. Мына жерде тасбақалардың жойылып кетуіне сәл қалды. Мынау біздің құрастырған модель екен. Яғни дұрыс шешімі 3% болады екен. Бұл тапсырмалар әрі қарай күрделенеді. Неге 3% шығып тұрған есептей аласыз ба? Бұл жерде қазір қайтып барайық. Бұл жерде түсіндірген қазір. Былай. Қараңыз, дұрыс жауап 3%. Акулалардың қоректену жылдамдығы ең жоғары болып табылады. Бұл екі түрдің де 10 жыл бойына өмір сүруіне мүмкіндік береді дейді. Яғни бұл жерде екі түрде осы 10 жыл ішінде жойылып кетпейді дейді. Яғни 3% қоректенсе, акулалардың қоректену жылдамдығы 3% болса, екі түрдің де жойылып кетпеуіне мүмкіндік береді дейді. Бұл жерде тасбақалардың жойылып кетуіне сәл қалды дейді. Мына жерде қарасаңыз, формула бар ма дегенім ғой. Мен кеше балалармен есеп тапсырдық осыны, бірақ жауабын көріп тұрмыз. Бірақ 3%-тің қалай тұрғанын түсіндіре алған жоқпыз мысалға. Бұл жерде жаңағыдай ғой, модельменен мына жерде тапсырмаларды, как сказать, қазір келесі тапсырмаға өтейін. Бұл жерде қараңыз, сұрап тұрғаны, қараңыз, мына жерде оқысаңыз, ең жоғарғы жылдамдығы қандай деп тұр, Бұл жерде жаңағыдай, осыған мән берсеңіз, ең жоғарғы жылдамдығы қандай? Осы кілтті сөз болып тұр ғой бұл жерде. Қараңыз, 4% деп көрейік та, ол жерде 4%-те қарасаңыз, уже 3 пен 4 жыл аралығында бізде акулалар жойылып кеткен. Ал 3% болған кезде, бұл жерде жойылуға сәл қалады, бірақ та жойылмайды, екі түрде сақталып қалады екен. Түсіндіре алдым ба? Егер ана қызыл стрелканы тасбақаға емес акулаға қойса қалай болады? Бұл жерде қараңыз, қызыл стрелка тасбақалар саны азаяды ғой, яғни бұл жерде акулалар тасбақалармен қоректенеді деп тұр. Сондықтан біз қоректену, яғни азаю деген сөз деп түсінеміз. Бұл жерде сондықтан тасбақалар саны 3%-ке азайғанда екі түрде жойылмайды екен. Қараңыз, егер 2% десек, екі түрде жойылмайды. Бұл егер мына жерде жаңағыдай ең жоғарғы жылдамдық емес, просто жылдамдығы деп айтса, ол кезде 2% деп белгілеуге болады екен. Біз бұл жерде ең жоғарғы жылдамдық деп тұрғаннан кейін, бізде ең жоғарғы жылдамдық 3% болып тұр. 3%-те де екі түрде сақталып тұр. Ал егер біз 4% дейтін болсақ, қараңыз, уже бізде акулалар уже 3-ші жылдан кейін жойылып кеткен. Түсіндіре алдым ғой, Жақсы, олай болса келесі. Графикаға қарап жасауға болатын түсініп тұрмыз, бірақ анадай арнайы есептейтін формуласы бар ма деп ойлағам ғой. Жоқ, бұл жерде есептейтін формула жоқ. Осы графиктің айналасында жаңағыдай
эксперимент жасап көруге болады, иә. Әртүрлі цифрларды қойып көруге болады, және де жаңағыдай айтқандай нұсқаулықты мұқият оқу керек екен, иә. Екі түрдің де 10 жыл бойына өмір сүруіне мүмкіндік беретін акулалардың қоректенуінің ең жоғарғы жылдамдығы деп тұрғандықтан бізде ең жоғарғы жылдамдық жаңағыдай 3% көрсетіп тұр екен. 4% болса жаңағыдай. Сұрау берсем болады ма? Иә. Осы нәрселер біздің цифрлық сауаттылық немесе информатикаға қатысы бар ма? Түсініп жатқандарыңыз. Бұл жерде, цифрлық сауаттылыққа қатысы бар, себебі қараңыз, бұл бала сізде тапсырманы осы цифрлық әлемде жасап отыр, иә. Балаларға жаңағыдай, мысалға, қалай айтса болады, тапсырма ішінде жүру, иә, мысалға, мысалы деген батырмаларды басу, иә, мыналардың азаю, кемеюі, модельді іске қосу деген сияқты нәрселердің барлығы бұл жерде цифрлық сауаттылыққа жатады. Бұл жерде біз тапсырманың мазмұнына мән бермейміз, тапсырма бұл жерде жаңағыдай функционалдық сауаттылыққа больше всего, да, цифрлық. Түсінікті. Биологтың екінші есебі дегенге сұрап жатқанға өткен жақты солай тұрған. Алмас, бір сұрағым бар еді. Қазір мына тапсырманы аяқтап тастайды, сөйтіп келесі қараңыз, келесі осы тапсырмада қалу, келесі тапсырманы басу, кей кезде бізде оқушылар жаңағыдай мына модельдегідей, мысалы, биологтың есебі деген нәрселерді баспай кетіп жатады, бұл осы цифрлық сауаттылық бұның барлығы, мысалға, мыналардың басылатын кейбір білім алушылар білмейді. Мысалы дегенді басуға болатынын, мына деректерді былай жылжытуға болатынын, цифрлармен ойнауға болатынын, солардың барлығы негізінде цифрлық сауаттылық. Биологтың есебі, қараңыз, мыналардың барлығын. Сұрақ қойсам бола ма екен? Қоя беріңіз. Ол жаңа пиза сұрақтардың арасында келе ме, әлде ол отдельно сайтпен аша ма? Бұл сізде жаттығуға берілген сайт, жаңа айтқандай сіздерге жіберілу керек, мына сайт, Сол сайт. Осы сайтқа кіресіз, кіргеннен кейін сізде осындай терезе ашылады, кейін жаңа тілді қазақ тілі, орыс тіліне таңдап, жаңа тапсырмаларды, яғни осыған тапсырмаларды орындауға болады. Негізгі пизаның тапсырмаларына тура осыған ұқсас, жаңағыдай цифрлық әлемде білім алу деген тапсырма, яғни үйрену тапсырмасы осыған ұқсас. Бұл жерде де жаңа сұрақ мазмұны басқа болады ол жерде. Ол бірақ сол біздің дайындалуға жіберілген сайт қой сізде сілтеме, қазір? Дайындалуға, яғни оқушылар, бұл жердегі негізгі мақсат оқушылар осы интерфейсімен, яғни оларда не күтеді алда, сонымен таныс болу. Кейбір жаңа осы вебинардың басында айтып кетті ғой, оқушылар не күтетінін білмегендіктен, мысалға, мыналардың барлығын түсінбегендіктен, мысалға, мыналардың барлығын басып көруге болатынын білмегендіктен, келесіні басып, аяқтап тастай салуы мүмкін, сондықтан, оқушыларға айтасыз, яғни әрбір тапсырманы орындау керек, жеңілінен басылады, басындағы тапсырмалар жеңіл болды, олардың әрбіріне ұпай беріледі. Бұл енді пизаның өзінде сұрақтардың арасында келеді, пизаның өзінде, бар цифрлық әлемде білім алу, осыған ұқсас екі тапсырма келеді. Яғни бір тапсырманы орындауға берілетін уақыт 30 минут. Жаңа айтып өткенде, бұл тапсырманың құрылымы қандай? Бірінші кіріспе, одан кейін көрсету, кейін жаттығу орындайды оқушы жаңағы виртуалды ассистентпен бірге. Одан кейін сол барлық үйренгенін, білгенін қолданады. Яғни бұл жерде оңайынан күрделіге қарай жылжып отырады, және де әрбір орындалған тапсырмаға қайтадан айтам, ұпай беріледі. Соны басшағына көрсетіп алсын, біз сәл кешіп бердік мынау неге? Бұл вебинар негізі запись бар, запись жіберіледі. Запись жіберіле ма? Жаңа байқап... Запись қайда жіберіледі екен, саламатсыздар ма? Бір көрсетіп жіберсең жақсы болар еді. Басшаға мысалы сайтқа кірдік, одан кейін қайсына кіріспеге кіреміз, тіл таңдаймыз мақұл. Сайтқа кіресіз, сайтқа кіргеннен кейін осындай терезе ашылады. Жақын арада бұл қазақ тіліне аударылады. Сайтқа кіргеннен кейін
тілді таңдау деген батырманы басасыз, қазақшаны басасыз. Содан Кешіріңіз, кейін сіз мына жалғастыра бересіз тапсырма. ғой, біз бағанадан бері отырмыз ғой, жалғастыра беріңіз, енді біз көрейік ары қарай не болатынын. Жақсы. Кешігіп келгендер кейін запистен көре Байқасаңыздар, салады. Байқасаңыздар, қайдан көреміз? жіберіледі, Записті оны қайдан барлығы көреміз? жіберіледі. Байқасаңыздар, әрбір уже келесі Қайда тапсырмаға жібермек? өтіп Соны отырған айтып сайын жібересіз. сіздерге Қайда жіберіледі. жібермек деп Саламатсыз ба? Болмаса Кейін оны Физан кейін арнайы сізге чат. телефон бар, сонда жіберіледі. Байқап отырсаңыздар, қазір тапсырманы аяқтайық, кейін сұрақ қоямыз, байқап отырсаңыздар, тапсырмалар жеңілден күрделеніп жатыр, әрбір келесі этапқа өткен сайын бір айнымалы, яғни бір фактор қосылып отыр. Басында біз осы тапсырманы бастағанда екі ғана фактор бар еді, табиғи туу көрсеткіші және өлім көрсеткіші. Одан кейін сізде акулалардың қоректену жылдамдығы қосылды. Ал енді қазір бізде тіршілік ортасының бұзылуы деген қосылып отыр. Қараңыз, модельде тіршілік ету ортасының жойылу жылдамдығын қосу үшін биологтың үшінші есебін пайдаланыңыз. Тіршілік ету ортасының бұзылуының қандай жылдамдығы модельдік деректер мен нақты деректер арасындағы ең жақсы сәйкестікті қамтамасыз етеді. Бұл жерде қарамен белгіленіп қойған, бұл жерде енді ең жақсы сәйкестікті, яғни модель менен биологтың есебіндегі ең жақсы сәйкестікті табу қажет бізге. Биологтың есебі деген батырманы басамыз, бұл жерде деректер берілген. Бұл жерде айтады, туристердің артуы себебінен тасбақалардың тіршілік ету ортасының пайызы жойылады дейді. Ортасының пайызы жойылады. Тіршілік ету ортасының бұзылуына байланысты тасбақалар аз жұмыртқа салады. Яғни бұл жерде туристер көбейеді, жағажайларда, сәйкесінше тасбақалар ол жерге аз барады және де аз жұмыртқа салады. Нәтижесінде тасбақалардың популяциясы азаяды деп тұр. Енді осы тіршілік ету ортасының моделі жаңа айнымалыны қосамыз, енді тасбақаға апарамыз бұны, түсінбесек, мысалы деген бөлімге өте аламыз, бұл жерде көрсетілген, мысалға collection rate деп тұр бұл жерде, осыны апарады екенбіз біз. Бұлардың барлығы қазақшаға аударылады жақын арада, біз кері байланыс жібердік. Мысалға, бұны тасбақаға апарамыз, тіршілік ортасының бұзылуы. Және де біз азаюды белгілейміз, Себебі бұл жерде модельге тіршілік ету ортасының жойылу жылдамдығы деп тұр, азаю. Басамыз, және де процент белгілеп көрейік. Мысалы, 14%. Енді қараймыз қазір. Биологтың есебіне ұқсайды ма мұны модель? Ұқсамайды, 16% деп көрейік. Бұл жерде, қараңыз, биологтың есебіне бірінші тапсырма бізде тіршілік ету ортасының бұзылуы қандай жылдамдығы модельдік деректер мен нақты деректер арасындағы ең жақсы сәйкестікті қамтамасыз етеді деп тұр. 16 болады. 16. Енді популяцияның бірінің жойылып кетуі үшін тіршілік ету ортасының ең төменгі деңгейі қандай? Енді 18 деп көрейік қазір. Бір популяцияның біреуі жойылып кету керек. Бұл жерде мысалға 0-ге бару керек. Қараңыз, акулалар 4-ші жылдан бастап жойылып кететін 20% болғанда. Популяцияның бірі жойылып кететін тіршілік ортаның ең төменгі деңгейі қандай дейді? 20% екен. Енді жіберу. Яғни бұны жібергеннен кейін сіз өзіңіздің жауабыңызды, шешіміңізді көре аласыз. Мысалға, бұл жерде сіз тапсырманы орындауға қаншалықты күш жұмсадыңыз деп ойлайсыз.
иә қараңыз біздің жауабымыз 16%, ең жақсы сәйкестік дұрыс жауабы 16. Жауабымыз дұрыс екен, иә. Төменде түсіндірілген. Не үшін бұл жауап дұрыс екен, иә? Тіршілік түсіндірілген. Сөйтіп келесі. Иә, бұл жерде рефлексия. Осылай белгілейсіз. Тағы да рефлексия. Я, бұлды келесі уже бұл бізде жаңағыдай қолдану. Бұған тоқталмаймыз, бізде уақыт уже аяқталып қалды. Әрі қарай өздеріңіз орындап көрсеңіздер болады. Бұл жерде биологтың 4-ші есебі бар, бұл жерде де деректер бар, айнымалылар, яғни факторлар бар, түрлі. Азаяды, кемейді тапсырманың шешімі көрге болады, дұрыс жауабы. Осылай жіберуді басып, барлығын орындап жіберуді басқаннан кейін, сізде рефлексия шығады тағы да. Я бұл осылай аяқталады екен. Жалпы бұл жердегі негізгі мақсат, бұл жерде платформаны таныстыру болатын. Негізгі эпизодда да осыған ұқсас 2 тапсырма келеді. Ол жерде қандай кнопкалар нені білдіреді, негізгі мақсат соны таныстыру, және де оқушылар ертең тестілеуге кірер алдын олар не күтеді, соны біліп отыру. Бағана қалай кірдіңіз, соны бір көрсетіп жіберіңізші өтініш. Сізге бұл жерде сайт жіберіледі. Сіздерге сілтеме жіберіледі, сілтемені ашасыз, кейін мына жерде тілді таңдайсыз. Соны қайтып көрсетіңізші? Көрініп тұрған жоқ па? Жоқ, көрініп тұрған жоқ. Табиғат қорғау деп галочка шығып тұрған. Аяқталды деген. Тестер, біз бір группа нетпаса қайтеді, группа құрбаса қайтеді өзіміз информатиктарға, тезаға байланысты. Жіберетін жар енді бәрімізге. Сіз қай? Қараңыз, осындай терезе ашылады сізде. Осылай терезе ашылады. Кейін терезеге кіргеннен кейін тілді таңдайсыз. Ауысып жатыр ғой. Ауысады. Мен қазір көрдім, тіл ауысып жатыр. Жоқ, қараңыз. Бұл жерде тілді бастыңыз, тілді басқаннан кейін біз тек осы табиғатты қорғау деген тапсырманы орындаймыз, себебі мына тапсырмалар әлі аударылмаған. Тілді басамыз, қазақша. Қазақша ауысты ма? Иә. Convertation деп орындаймыз. Conservation деген басып, ары қарай кіресіздер. Conversation бастыңыз ба? Побер дегендерді ма? Иә, ең біріншісін басыңыз. Болды, бастық. Ана нелерге әлі өтпейміз, сонда екінші, үшіншілерге. Иә, тек қана бір тапсырма ғана қазақша аударылды. Олай болса, қатысқандарыңызға рахмет. Олай болса, біздің вебинар аяқталды. Сау болыңыздар. Сіз осылай кіру сілтемесін қазір жібересіз бе? Иә, жіберіледі. Жаңағы слайдыңызды жіберсеңіз сосын, слайдыңызды жіберіңіз сосын, жаңағы көрсетіп. Кешіріңіз, сілтемені чатқа тастадым, қараңыздар. Сілтеме жіберіп қойды ғой, аптайлар.
Ағайлар. жібердім мен. Осыны видеосын жібереміз деді ғой, енді видеосын жіберетін едік.